Түркістан облысы Түлкібас ауданы Бресов атындағы жалпы орта мектебінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Сүлейменов Мейірбек Сейтқалиұлы. Өздеріңізге белгілі, биылғы 2020-2021 оқу жылы қашықтықтан оқытылады. Сабақты қашықтықтан өткізу алгоритмімен таныс болыңыздар. Бірінші, сабақтың тақырыбы мен түрін анықтау. Екінші, білім алушыларға оқу материалдарын қолжетімділігін қамтамасыз ету. Үшінші, әртүрлі ақпараттық оқыту материалдарын пайдалану. Және төртінші, білім алушыларға мұғалімнің бейне сабағын кез келген уақытта қарауға мүмкіндік беру. Синхронды оқытуда оқушы мен мұғалім бір уақытта бір жерде болады. Олар бетпе-бет сыныпқа ұқсас. Синхронды оқытуда оқушыларға сабақ үстінде сұрақтар қоюға және де мұғалімнің сұрақ қоюына және жауап беруіне мүмкіндік береді. Zoom бағдарламасы. Бұл бағдарлама оқушымен тікелей бет-бе-бет байланыс жасауға мүмкіндік береді. Бір-бірімен бейне сабақтар арқылы немесе дыбыстық сабақтар арқылы бір-бірімен хабарласуға және тікелей оқушымен бет-бе-бет сабақ өтуге мүмкіндік береді. Microsoft Teams бағдарламасы. Әзірге бұл да Zoom бағдарламасы сияқты мүмкіншілігі өте көп. Мұнда командалар құру арқылы, былайша айтқанда сыныптарды, әр пән бойынша сыныптарды құру арқылы, сол сыныптарда бір-бірімен чат арқылы немесе тікелей бейне байланыс арқылы бір-бірімен сабақ өткізуге мүмкіндік береді. Асинхронды қашықтан оқыту. Мұғалім мен оқушылар түрлі жерлерде және әртүрлі уақыттары өздері әрекеттеседі. Асинхронды қашықтан оқыту жиі электронды почта, электронды курстар, аудио жазбалар және бейне жазбалар сияқты технологияларға негізделген. Асинхронды сабақтар өту кезінде бейне роликтер дайындауға арналған бағдарламалар көрсетілген. Бұл жерде өзім тәжірибемде қолданған UCAD бағдарламасы, KineMaster бағдарламасы және де InShot бағдарламалары көрсетілген. Бұл бағдарламалардың бәрі асинхронды жағдайда оқушыларға бейне роликтерді құрастыруға, суреттер арқылы жіберуге, немесе тапсырмалар жіберуге, бейне ролик ретінде жасап жіберуге арналған. Сабақтың 15% кіріспе бөліміне, 70% негізгі бөліміне және 15% қорытынды бөліміне қарастырылғаны дұрыс. Және де өтілген сабақты бекіту мақсатында 2 сұрақ қамтылуы қажет. Құрметті әріптестер, оқушыларға қашықтан сабақ беру жағдайында шаршамай еңбектенулеріңізге тілектеспін. Дәстүрлі сабақта жолыққанша сау саламатта болайық.